Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Мына видеоролик мен бір көрермендерінен келген. Имамдар негізі осы ысырапшылықты алдын алу керек. Бірақ бұларға кім жауапты? Не деген сұмдық? Мынау қайда қарап отыр имамдарымыз? Тек қана намаз үйрете ме, әлде ысырапшылықтың алдын алу керек қой? Және имамды тоқтатып одан түсініктеме алайын десе қашып бара жатыр. Қазір келесі видеода келеді. Өздеріңіз тамашалаңыздар. Мына жерде тек қана байлар ауыз ашатын беретін сияқты ғой. Ал енді қалған тамақтар детдомдарға, мүгедектер үйіне жібермей ма? Бәріне қарау керек қой осы нәрседе. Мына қараңыздар. Мына қара мусордың бәрінде тамақ. Мынау нан. Бір пакет тамақ қараңыздар. Не деген масқара. Наным жұрттар халық аш. Мына жақта мусор тамақ жатыр. Бұл қай жерде дейсіздер ғой? Мешіттің мусоры. Қараңыздар. Имам кетті. Мешіттің имамы ысқырғаннан тоқтамайды, қашып кетті. Айтайын десек бір ауыз. Нашы. Не деген масқара, мына қара пакеттің бәрі тамақтар, қараңыздар. Мына қара пакет, мына палау, тола палау. Оны сізге көрінбейді, маған қазір жақсы көрініп тұр. Нан қараңыз пакеттегі. Ашып берсін көрейік. Мынаны дұрыстамаса болмайды ғой, мешіттің, тем более мешіттің мусорында. Тамақ қолмау я? İçinde kurmam жүр, қостай. Yo-майо. Тамақ мынау, соқа сөйлеп алсын. Осындай, мына да сондай. Мына да бәрі сондай, қара пакеттердің бәрі сондай. Қараңыздар, қандай масқара. Киім. Киімді қоя берші. Түсіріп қазір жібереміз. Мына мешіт. Мына түсірген жеріміз. Мына мешіт. Шымкенттегі мешіт. Мына мынауымыз біздің Бекжан базары.